Алдыңғы сабағымызда 25-ші сұрақта тоқтаған болатынбыз. Енді бүгінгі сұрақта 26-ші сұрақ. 18-ші ғасырдың екінші жартысында құрамында 6 ұйғыр болысы ұйымдастырылған облыс. Және 18-ші ғасыр. Бізде екінші жартысы сұралған. Сонымен қоса бізде 6 ұйғырдың болысы ұйымдастырылған облысты айтуымыз керек. Жалпы 18-ші ғасырда қазақ жеріне Ресей жерінен басқа ұлт өкілдерін қоныс аударған болатын. Осы қоныс аударту барысында жалпы ұйғырларды бізде Қазақстан территориясының оңтүстігіне қарай әкелген болатын. Соның ішіндегі 6 ұйғыр болысы ұйымдастырылған облыс біздегі Жетісу облысы. Торғай бізде солтүстікте, Семей шығыста, Сырдария оңтүстігіміздегі орналасқан облыстар. Келесі сұрақ біздегі 27-ші сұрақ. 19-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақстанға қоныстанған ұйғырлардың айналысқан кәсібі. Жалпы 19-ші ғасырдың екінші жартысында бізде ұйғырлардың айналысқан негізгі кәсібі егіншілік болған болатын. Ал орта ғасырларда, жаңа замандарда негізінен көшпелі мал шаруашылығынан кейін ақырындап мал шаруашылығының негізі қазақ территориясына айналысқан болатынбыз. Одан кейін металл өңдеу, зергерлік, бұйымдарды жасау бізде қосымша кәсіп, яғни сауданы дамыту кезінде жақсы қаралған болатын. Келесі 28-ші сұрақ. 19-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақстанға қоныс аударғандар. Яғни бұл жерге қоныс аударылған ұлт өкілдерін қарауымыз керек. Жалпы 19-ші ғасырдың екінші жартысы Қазақстанға келген ұлт өкілдері. Олар бізде Қазақстанға бұл кезде ұйғырлар мен дүнгендер келген болатын. Жауабы. Ал кәрістерді бізде Ұлы Отан соғысынан кейін 1945 жылдан кейін немесе Ұлы Отан соғысының алдында да кәрістерді негізінен қиыр шығыстан әкелген болатын. Егер қиыр шығыстан қоныс аударған ұлт өкілдері десе, бұл жерде бізде кәрістер. Келесі 29-ші сұрақ. 19-ші ғасырдың екінші жартысында ұйғырлар мен дүнгендер қоныс аударған аймақ. Бұл жерде ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударған аймағы, жаңа айттық, Жетісу аймағы, яғни оңтүстік шығыс Қазақстан аймағы болып табылады. Оңтүстік шығыс Қазақстан аймағына келгендер қоныс аударған ұлт өкілдері, олар бізде ұйғырлар мен дүнгендер. Келесі бізде 30-шы сұрақты 1897 жылы халық санағы бойынша Қазақстандағы саны 56 мыңға жеткен халық. 1897 жылғы санақ 55.999 адам. 56 мыңға жеткен адам. Ол жаңағы бізге ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуы барысындағы 56 мың ұйғыр болған болатын. Келесі 31-ші сұрақты талдайық. 1867-68 жылғы реформа бойынша Сырдария облысына енген уездер. Жалпы Қазақстан территориясында 3 негізгі генерал-губернаторлық құрылған болатын, және де 3 реформа жүргізілген болатын. Ол бірінші реформа 1822-24 жылғы реформа, екінші 67-68 жылғы реформа, үшінші 86 және 91 жылғы реформалар болып табылады. Жалпы 22-24 жылғы реформа кезінде бізде Қазақ территориясында 2 генерал-губернаторлық құрылған. Ол Батыс Сібір және Орынбор генерал-губернаторлығы. Ал 67-68 жылдары құрылған реформа, олда бізде 3 генерал-губернаторлық құрылған болатын. Ол біріншісі кіші жүз жерінде Орынбор, орта жүзде Батыс Сібір және ұлы жүз территориясында Түркістан генерал-губернаторлығы. Енді осы кезде 67-68 жылғы реформа кезінде Қазақстан территориясының оңтүстікте бізде Түркістан генерал-губернаторлығы. Түркістан жалпы бұл Сырдария облысы бізде Түркістан генерал-губернаторлығына енгізілген. Енді
бізде жалпы генерал губернаторлық жүйе бойынша, екінші облыстар, үшінші бізде уездер. Енді бізде генерал губернаторлық деп сұралса, ол бізде Түркістан генерал губернаторлығы, ал егер облыстар сұралатын болса, Түркістандікі, ол бізде бірінші Сырдария, екіншісі Ферғана, және үшіншісі Жетісу аймағы. Осы үшеуі облыстар Түркістан генерал губернаторлығына енгізілген. Енді осы Сырдарияға енгізілген уездерді қарастырамыз. Ол бірінші Павлодар, Семей, Өскемен. Павлодар солтүстікте, Семей шығыста, Өскемен шығыста. Бұл бізде шығыс аймақта болғаннан кейін, міне шығыс аймақ. Бұл үшеуі жатқызылмайды. Көкшетау, Петропавл, Омбы Ресейдің территориясында, Петропавл солтүстікте, Көкшетау тоже солтүстік аймақта. Бұл да жатқызылмайды, бұл вариант. Келесі. Ырғыз, Торғай, Қостанай. Ырғыз, Торғай, Қостанай. Қостанайда солтүстікте, Торғайда, Ырғыз батыста. Бұл үшінші вариантта Түркістан аймағына келмейді. Ал сонда Түркістан генерал губернаторлығының Сырдария облысына енгізілген уездер бізде ол Қазалы, Шымкент, Ходжент, яғни Д варианты. Осылай бізде Қазақстан территориясындағы Сырдария облысына енгізілген уездер. Келесі кезекте. Енді 67-68 жылғы реформалар бойынша, тағы да 67 мен 68 сұрап тұр. Батыс Сібір генерал губернаторлығының құрамына кірген облыстар. Яғни жаңа бізде алдыңғы 31-ші сұрағымызда Түркістанның генерал губернаторлығының Сырдария облысына кіретін уездерді сұраса, ал бұл жерде Батыс Сібір генерал губернаторлығына кірген облыстарды сұрап тұр. Бұл жерде Қазақстан территориясының орта жүз аймағында Батыс Сібір генерал губернаторлығы кірген болады. Батыс генерал губернаторлығы Қазақстанның солтүстігін, орталығын және де шығысын қамтыған генерал губернаторлық. Бұл генерал губернаторлыққа жалпы енгізілген облыстарды қарастырамыз. Ембі болмайды, Ырғызда жатқызылмайды батыста, Омбы бұл Ресей территориясында, Торғай бізде бұл да кірмейді, Атырау батыста, Семей міне шығыс бөлікте, Семей қаласы, Семей облысы, 1718 жылы құрылған Семей. Келесі Ақмола. Ақмола да бізде кейін қазақтың астанасы болады, ол бізде орталықта. Темір деген жатқызылмайды. Сонда 32-ші сұрақтың жауабы бізде осы екеуі. Семей мен Ақмола. Ал егер Батыс Сібірдің орнына бізде Орынбор генерал губернаторлығы деп сұрайтын болса, кірген облыстарды, ол батыста. Яғни ол бізде біріншісі Торғай, екіншісі Орал. Орал, Торғай облыстары. Түркістандікін жаңағы 31-ші сұрақта айтып кеттік. Келесі сұрақ. 33-ші. 1870 жылы Маңғыстау көтерілісі кезінде жалдамалы жұмысшылар шабуыл жасаған форт. Яғни портты қала. 1870 жылы Маңғыстау көтерілісі және портты қаланы сұрайды. Бізде Маңғыстау жалпы батыс Қазақстан территориясында, яғни батыста. Қазақстан территориясының батыс бөлігінде орналасқаннан кейін Маңғыстау. Бұл жерде 1870 жылы шабуыл жасаған портты қала. Яғни портты қала бұлар өзенге, яғни Каспийға жақын орналасқан, өте тиіп тұр. Сол себепті Маңғыстаудағы көтеріліс кезінде портты қала бұл кезде бізде Александровск портты қаласы болып табылады. 1870 жылғы. Және тағы бір ескеретін жағдай, бұл жерде жалдамалы жұмысшылар. 34-ші сұрақта. Патшалық Ресейдің Думасына мүше болған қазақтар. Жалпы, негіз 4 мемлекеттік
патшалық Ресейдің думасы болған, төртеу. Ол бірінші және екінші мемлекеттік қазақ думасына қазақтар сайланады депутат болып. Ал үшінші және төртінші мемлекеттік думаға қазақтар сайланбайды. Жай ғана бақылаушы ретінде болған ол Мұстафа Шоқай болған болатын. Ал үшінші, төртінші мемлекеттік дума кезінде қазақтың мүддесін басқа ұлт өкілдері қорғаған болатын депутаттар. Енді Ресейдің думасына мүше болған қазақтар. Бірінші және екінші мемлекеттік думаға қазақтар сайландық дедік. Және де бірінші мемлекеттік дума кезінде төртеу, екіншіде 5 қазақтар. Ол бірінші сайланған депутаттар бірінші мемлекеттік думаға Семейден Әлихан Бөкейханов, Оралдан сайланады, және де Ақмоладан сайланған болады. Енді бұл жерде қарастыратын болсақ, мемлекеттік дума кезінде Ахмет Байтұрсынұлы сайланбаған, оны алып тастаймыз. Екінші вариант, екінші нұсқада Сәкен Сейфуллин, Қосшығұлов, Ақбаев жоқ. Қосшығұлұлы бар. Қосшығұлұлы бірінші және екінші мемлекеттік думада сайланған. Қосшығұлұлы Ақмоладан сайланған. Шаймерден Қосшығұлұлы. Қазір Шаймерден Қосшығұлұлының атында Көкшетау қаласында драма Шаймерден Қосшығұлов атындағы драма театры орналасқан болатын. Келесі, С вариантында Қосшығұлұлы, Бірімжанұлы, Тынышбаев. Және Д. Асылбеков, Масанчи, Розбақиев. Олар жатқызылмайды. Сонда біздегі 34-ші сұрақтың жауабы С болады. Және енді толығырақ тоқталатын болсақ. Бірінші, Шаймерден Қосшығұлұлы Ақмола облысынан сайланған. Ахмет Бірімжанұлы Оралдан сайланған. Мұхамеджан Тынышбайұлы ол Жетісудан сайланған депутаттар болған болатын. Осылай бізде бірінші, екінші мемлекеттік думаға қатысқан депутаттар. Келесі сұрақ 35-ші. Сұрақты талдайық. Тегіс-тегіс жоңғыштар кездесетін неолиттік қара үңгір тұрағы табылған аймақ. Яғни неолит кезеңі сұралған және қара үңгір аймағы қай жерде табылған. Неолит жалпы тас дәуірі ең бірінші. Ежелгі Қазақстан тарихы 3 кезеңге бөлінеді. Ол біріншісі тас дәуірі, екіншісі қола дәуірі, үшіншісі темір дәуірі. Ең ұзаққа созылған дәуір бізде тас дәуірі. Осы тас дәуірі 3 кезеңге бөліп қарастырылған. Ол біріншісі палеолит, екіншісі мезолит, үшіншісі неолит. Біздегі сұралатын сұрақ 35-ші сұрақтағы неолит кезеңі, яғни міне 3-ші кезең. Неолит кезеңінің екінші атауы жаңа тас ғасыры деп аталады. Осы жаңа тас ғасырының уақыты біздің заманымыздан бұрын 5-ші және 3-ші мыңжылдық арасы. Ал 5-ші мыңжылдыққа дейін, нақтырақ айтсақ, 12-5-ші мыңжылдық арасы біздің мезолит. Біздің заманымыздан бұрын 2006-тан 12-ші мыңжылдық арасы палеолит. Палеолит ежелгі тас ғасыры, мезолит орта, неолит жаңа тас ғасыры. Жаңа тас ғасыры кезеңінде жалпы 5-ші, 3-ші мыңжылдықтарда неолиттік тұрақ қара үңгірі бізде Қазақстанның оңтүстік бөлігінде табылған болатын. Жалпы адамдар біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдық кезінде жалпы Қазақстанның оңтүстік бөлігінде пайда болған болатын. Кейін ақырындап Қазақстанның басқа территорияларына қоныс аударған болатын. Осылай бізде 35-ші сұрақта аяқталды. Келесі 36-ші сұрақ. 36-ші сұрақтан бастап біз келесі видео сабағымызда әрі қарай жалғастыратын боламыз.